Қайырлы күн баршаңызға. Қазір күнделікті келіп жататын ауру адамдар, науқас адамдардың, күнделікті еңбек етіп жатқан адамдардың көпшілігі бас ауруы жиіленіп кеткен. Ол әрине күнделікті жұмысқа байланысты, екінші күтімге байланысты, үшінші жаңағы стресске де байланысты болады. Негізгі себеп мойын омыртқа, немесе бүйтіп алып қарасақ, жалпыдан омыртқа. Омыртқа дегеніміз күллі адамның ішкі сыртқы органдармен тікелей байланысты. Бір омыртқаның өзі 33 омыртқаны тұрады, ортасынан дискі. Мысалы, омыртқа қысылып қалса, мысалы мойын омыртқа қысылса, ол немесе протрузияға, одан грыжаға алып баруы мүмкін. Екінші себеп, мойын омыртқа қысылған кезде басқа қан дұрыс бармайды. Спазм сосудов болады. Басқа қан дұрыс бармағаннан кейін басы айналу басталады. Ол обратный отток қан дұрыс түспейді ішкі органдарға. Ішкі органдарда екінші жетіспеушілік болып жатады, жаңағы суды біз аз ішкеннен. Адам негізі 70-80% судан тұрады. Ми баста 70-80% судан тұрады. Біз оны күнделікті режимге қойып, немесе күнделікті өзіміз жаңағы ішіп жеген тамаққа да көбірек назар салуымыз керекпіз. Жақсы мамандар болады. Бұны қалай тоқтатуға болады, себебін іздесек. Себебін, мысалы, тек қана дәрі-дәрмекке ғана назар салмай, мысалы, қазір көбінесе бас ауырған кезде оны салдарымен ғана күреседі. Последствиясы. То есть, оған жаңағы дәрі-дәрмек немесе дәрі қабылдайды, немесе укол или система. Ол уақытша ғана эффекті береді. Бас ауырудың жаңағы 95% деген жаңағы сосудқа байланысты деп айттық қой. Сосудта жаңағы ақша өтетін білекті жаңа мануалистер болады, оның ішінде жаңа мягкий мануальный терапия жасайтындар болады, массажистер немесе остеопаттар болады. Бұлар омыртқаның ортасын ашып отырып, әр нүкте сайын жұмыс жасаса, адамның жаңағы бас ауырғаны біраз уақытта жоғалып кетуі мүмкін әмден. Екінші нәрсе, әрдайым гимнастика жасау керек, көбірек жүру керек, плаваниемен, жүзумен айналысса тіпті жақсы. Мына Волганың суы деген